Кеш жарық достар. Бүгін 28 қазан 2025 жыл. Біз 3-ші классқа, ел жасқа андай орыс тілі дәптерін жасап отырмыз. Қолдан 21-ші ғасырда. Жиырма беттік дәптер, екі дәптер бар. Бірінші, екінші тоқсанға бір дәптер, үшінші, төртінші тоқсанға екінші дәптер. Сондай русский язык үшінші сынып қазақша сыныбына арналған русский язык деген рабочий тетрадь деген бірінші нөмірі, мұнда екінші нөмірі. Мына 2 мың тұрады екен магазинде. Бірақ Алматы кітап бұны қазір шығармайды. Кітабын шығарады, дәптерін шығармайды екен. Алматы кітапқа да звондадық. Бүкіл кітапханаларды араладық. Қазақстан бойынша қазір сатылымда жоқ екен. Былтырғылар шығарылған қалып қойған, сол бітіп қалған. Енді класстың жартысында қазір жоқ дейді. Соны қолдан жасап отырмыз. Клеить етіп. Осындай болып шығады. Русский язык. Черно-белый. А3-ға клеить етейік десек, кеше шығарайық десек, оның бірі 350 теңге. Бір мұнда 20 бет. 15 теңгеден таптық. Черно-белый А4. 17-ші, 18-ші урок. Клеить етіп кете береді. Мектептен требовать етеді. Мұғалімдер, именно орыс тілінің мұғалімі 3-ші класста. Қазақстан бойынша таппадық, қолдан жасап отырмыз. Алматы кітаптан солай шығарады екен де, дәптерін шығармайды екен. Оны неге сатып алу керек, соны түсінбей отыр. Жай дәптерге неге жазуға болмайды? Мен осындай дәптер жасап алып келіңдер депті. Жасап алып келіңдер жоқ, сатып алыңдар деді. Оны бізге сатып алатын ақша бар, бірақ сатылымда жоқ. Қалай түсінуге болады? Айтып жүрсеңіздер, варианттар бар ма? Каспий'дан да іздедік, OLX-тан да іздедік. Алматы кітапқа да звондадық. Телефон сол. Таба алмадық. Қолдан жасап отырмыз. 22-ші урок. Жақсы. Осы видеоға лайк қойып кетсеңіздер жақсы болады. Мына бір айырмашылығы, мына жерде нумерация бар. 1, 2, 3. Мына жағынан нумерация бар. Неге түспейді? Мына жерде орын жоқ. Ксерокста. А4-ге сыймайды. А3-мен етеп цветной стик десек, ол кітаптың өзінің, дәптердің өзінен қымбатқа шығып кетіп отыр. Кеше есептегенде 14 мыңға шықты. Мына дәптердің өзі 2-ақ мың тұрады. Екеуі. Бірақ сатылымда жоқ, таппадық. Жақсы, сау болыңыздар.